Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Балзия. Қазір бізде өзіңіз тану сабағы. Оқушылар, ең алдымен біз 5 құндылықты есімізге түсірейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Жарайсыңдар. Ал енді есімізге 5 ережесін түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық және татулық. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта тәртіптілікті сақтап, оқу білімге талпынып, тыныштық орнатып, тазалықты сақтап, күнімізді татулықпен өткізейік. Олай болса балалар, үйге ата-анаңызбен бірге оқуға Қастек Баянбайдың "Үйің" атты өлеңі берілген болатын. Барлығымыз оқып келдік пе? Ендеше қазір тексеретін боламын. Балалар, өлең не туралы? Туған үй әрдайым құшақ жая қарсы алатын ыстық, құтты, сыйлы мекен екендігі жайында айтылған. Дұрыс айтасыңдар. Туған үйіңнің қадірін қай кезде түсіне аласың? Туған үйдің қадірін алыс сапарға шыққанда түсінесің. Қанша жерден керемет, қымбат, зәулім үйлерді көріп, барсаң дағы өзіңнің ыстық махаббатқа толы, құтты үйіңе ешқашанда жетпейді. Оқушылар, сендер үшін туған үйлеріңнің маңыздылығы қандай? Дұрыс айтасыңдар. Туған үй әрқашанда әрбірімізге өте ыстық. Өміріміздегі ең құнды дүниелердің бірі десем, артық айтпасам кем емес. Әр адам өз үйінің қадірін біліп, бағалау қажет. Балалар, бұл өлеңнен қандай құндылықты байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар, сүйіспеншілік құндылығы. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз да осы сүйіспеншілік құндылығына тікелей байланысты. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бастаулардың бастауы деп аталады. Балалар, барлығымыз тақтадағы дәйек сөзге назар аударайық. Біздің бүгінгі дәйек сөзіміз отбасы, жылылық ұясы. Осы дәйек сөзді бәріміз бірге оқиық. 1, 2, 3. Отбасы, жылылық ұясы. Жарайсыңдар. Ал енді тек ұлдар оқиды. 1, 2, 3. Жарайсыңдар. Ал енді тек қана қыздар оқиды. 1, 2, 3. Тамаша. Жарайсыңдар. Балалар, осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Отбасың ең құнды бағалылардың бірі. Сенің досың да, сырласың да, қамқоршың да өз отбасың. Сол себепті де ол жылулық ұясы деп есептелінеді. Сендер үшін отбасы деген не? Дұрыс айтасыңдар. Әр адамның өзіне жақын адамдарынан құралған шағын мемлекет, жылулыққа толы ұясы. Оқушылар, сендердің ойларыңша жылулыққа толы ұя қандай болу керек? Дұрыс айтасыңдар, келісемін. Әр қашан бірін-бірі қолдап, қорғап, аялап, құрметтеп жүретін демеушің де, сырласың да бола алатын, бір-бірін түсіне білетін үй ішің. Қорытындылайтын болсақ, отбасы жылулық ұясы деп бекер айтылмаған. Әр қашанда сені күтіп тұратын, қайда барсаң да алыстан тартып тұратын, жылулығы алыстан сезілетін, әр адамның өзінше бір шағын жәннаты десек артық емес. Отбасы махаббатқа, сыйластыққа, құрмет қолдаудан тұратын, шуағы алыстан сезілетін шағын мекен. Оқушылар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді, тақырыпты және де дәйек сөзімізді жазып алайық. Оқушылар, менің сендерге әкелген сыйым бар. Сендерге қызықты бейнебаян дайындап әкелдім. Қазір мұқият қараймыз, тыңдаймыз. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап, айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік толы үнмен оған жалғыз емес екенін сыбырласа да, әкесі жанында қолдаушысының,
әрқашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жетіп жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып, өмірге баулайды. Балаға жан қиярлықты, опалы болуды, жақсы мінезбен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады. Адам баласы қайғыны да қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады, алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала алғаш басына түскен әр түрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп, шама шарқынша одан құтылудың шарасын қарастыруды үйренеді. Балалар, бұл бейнебаян не жайлы айтылған? Отбасы туралы, отбасындағы ата-ана мен баланың қарым-қатынасы, атқаратын міндеттері туралы айтылған. Балалар, бұл бейнебаяннан не түсіндіңдер? Бұл бейнебаянда отбасыға сәби дүниеге келгеннен бастап ата-ананың қамқорлығына еніп, өсіп жетілгенше ата-анасының қанатының астында болатындығы жайында айтылған. Ата-ана мен бала арасындағы бір-бірлеріне деген дұрыс қарым-қатынастары, сыйластықтары, жылы махаббаттары туралы бейнелеген. Бұл жерден қандай құндылықты байқадыңдар? Бейнебаянда сүйіспеншілік құндылығы көрсетілген. Бейнебаянда қандай қасиеттер бар? Бауырмалдық, мейірімділік, сыйластық, құрмет, түсіністік. Ал отбасыларыңда сендердің міндеттерің қандай? Отбасындағы өз орныңды білу, ата-анамызды құрметтеп сыйлау, айтқандарын орындап, үміттерін ақтау. Осы әрекеттерді орындау үшін сен қандай әрекеттер жасап жүрсің? Жарайсыңдар. Қорытындылай келе, отбасында әр адамның өзіндік орны, рөлі болады. Әр қайсысы өз орнын, рөлін біліп, міндеттерін орындауы қажет. Отбасы арасындағы қарым-қатынасты дұрыс қалыптастыра білу керек. Үнемі қолдау көрсетіп, сыйластық, құрмет таныта білу қажет. Оқушылар, енді біз топпен жұмыс істейміз. Ол үшін ең алдымен топқа бөлініп алайық. Мен қазір сендерге отбасы мүшелерінің суреттерін таратып беремін. Суретте бейнеленген адамдар бойынша 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ әкелер, екінші топ аналар, үшінші топ балалар тобы болады. Бірінші топқа тапсырма, отбасы жайында мақал-мәтелдер жазасыңдар. Екінші топқа тапсырма, қимақ қағаздардан мозаика құрастырасыңдар. Ал үшінші топқа тапсырма, үлгілі отбасы қандай болады тақырыбына шағын әңгіме құрастырасыңдар. Балалар, бұл тапсырмаларды орындау арқылы біз отбасының өміріміздегі ең құндыларының бірі екенін ұғынып, отбасы арасындағы дұрыс қарым-қатынасты сақтап жүру керек екендігін түсіндік. Ал енді барлығымыз ата-ананы тыңдаймыз атты әнін шырқайық. Әрқашанда тыңдаймыз әке менен ананы, еңбек етіп шыңдаймыз білім менен
үйге тапсырма. Оқулықтағы 56-57 беттегі Қасым Қайсеновтың «Үйді сағындым» әңгімесін ата-аналарыңмен бірге оқып мазмұндап келесіңдер. Ыңғайланып отырып, денелеріңізді дұрыс ұстаңыздар. Аяқ-қолымызды айқастырмай, қолдарыңды тізелеріңнің немесе үстелдің үстіне қоюға болады. Көзімізді жұмып, еркін жайқасайық. Бүгінгі сабағымызды, дәйек сөзімізді есімізге түсірейік. Ішімізден қайталайық. Сыйластық, бауырмалдық, адалдық, жақсы көру сүйіспеншілік құндылығы екенін және адам бойындағы ең жақсы қасиеті екенін түсін. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық. Жайлап көзімізді ашуға болады. Бүгінгі сабақ үшін оқушылар, сендерге рахмет. Сабағымыз аяқталды.